Ассалаумағалейкум ағайын. Дина деген қарындасымыз. Осы жерде тұрасыз ба? Иә, осы жерде. Жүріңіз, кірейік. Сізде қанша балаңыз бар, Дина? Төртеу. Төртеу? Күйеуіңіз? Күйеуім ажырасып кеткен. Ажырасып? Неге? Не болып қалды? Семейный жағдай сол. Ұрыс керіс. Ақша таппайсың. Жоқ, ішпейді. Ішпейтін жігіт жақсы емес пе? Не болды? Ішпегенде сол. Ақша таппай ма или игрок па? Жоқ, ақша таппайды емес, табады шүкір жаңа. Наша тарта ма? Жоқ. Осы үйде ма? Иә, осы үйде. Екінші этажда. Қанша болды ажырасып қалған? 4 жылдай. 4 жыл? Иә. Көмектесе ме балаларға? Иә, көмектеседі, алимент төлеп тұрады. Алимент? Алименті да осы... Алимент қанша айынысың? 1,5 жылдай болды алып отырғаным. Қанша алимент айына? Әр кезде әр қалай. Ол кісіні вахтада жасайды ғой. Сол вахтасының жұмысын. Ама квартира мына жерде? Иә, квартира. 4 бала. Үлкен нешеде? Үлкен 7 оқиды. Кішкентай ше? Кішкентайы. Садикте ол. Нешеде ол? 3-те. 3-те? Кіре берейін ба? Кіре. Неше комната мұнда? 2 комната ғой. Осы қана ма? Иә, осы. Сәлемат па, ассалаумағалейкум. Қалай батыр? Амандасың ше? Қалайсың ба? Қалайсың? Сабақ қайда? Неде, қайда жұмыс істейін дедің? Садикте. Садикте? Қанша болды жұмыс істеп жатқан? 2 апта болды осы шыққан. Не жұмыс өзі? Пастель тігіп жатырмын. Тігіншісің ғой? Иә. Тіге бересің бе? Тіге беремін. Қай жерге жұмысқа шақырады, сол жаққа бара беремін. Үлкен мектепте е, үлкендері? Үлкен сабақта е қазір. Осы жақын жерде оқиды ма бір жерде? Жоқ, неде оқиды. Абай момышылда. Өздері бара ма, барасың ба? Өздері барады. Өздері бара бере ма автобуспен? Иә. Қорықпайсың ба? Қорықпағаннан бір Аллаға тапсырамын. Не істейін енді? Басқа не табу істейміз? керек, иә. Кішкентай қайда, көрінбейді осы? Кішкентай садикте сол. Бағана сен апарған жердің? Тегін алыла ма қайта? Иә, тегін алады. Сен многодетный аласың ба бірден? Многодетный 55 мың аламын. 55 мың ба? Еще плюс не? Алимент түседі, иә. Алимент түседі? Сонымен квартирамды, сосын оның неге посудаға шығып кетемін, жаңағыдай садикке шығып кетемін. Сондай. Қанша болды тұрып жатқанына? Осы жерде ма? 2 жылдан асты. 2 жыл ма? Атыраудан келдің не сен, е? Атыраудан. Туысқандарың бар ма? Туысқандарым бар, иә, шүкір, бірақ... Көмектесіп тұр ма? Көмектесіп тұрады, мамам бар, папам қайтыс болған. Маман қайда тұрады? Әпкелерім бар. Сол Атырауда ағам қалды. Неге Атырауға кетпейсің? Несесін Алматыда қиын ғой өмір сүру? Уже үйреніп қалдым Алматыға 5 жыл болды. Жоқ, үйренген понятно. Қиын ғой өмір сүру Алматыда. Шыны керек, мен еркекпін ғой, е? Маған өте қиын Алматыда тұру. Бәрі қымбат. Жоқ, понятно бәрі. Айыспай алмайсың ғой? Жоқ, айыспай алмайсың. Ой, Алла. Мен сенің орнында болсам Атырауға кетіп қалатын едім. Айыспай алу үшін бұл жаққа прописка сұрайды да, осы тұрып жатқан жеріңе. Бұл жаққа тұрғызбайды? Бұл жаққа тұрғызбайды. Атырауға қайтсайшы? Шешенің жанына. Мамам өзі келсе өтпейсі, осы майда келеді, көшіп келеді берсе. Үй ала ма? Үй алғанда ағамның баласы оқуға түседі, берсе осы жазда. Үй болмаса Алматыда тұру қылайшы, қалай қиын? Сол үйді берсе аламыз деп не істеп жатыр. Қалың істеп тұр ма? Істепті істеп. Ет бар ма? Ет бар. Кішкене бар ма ет? Қандай ет? Көршілердікі де бар. Бәрі бірге ма? Бір қойдың ет сие ма? Көршілерге ал деп айтамын ғой. Ол кісілер ана терезеге іліп қояды да, соған обалсын жақында мамам алып берген аны. Мен машина екеуін жоқ қиналып кеттім да. Терезе ашылмайды менде. Мына сыртқа балконға іліп қойып жүрдім еттерімді. Сөйтіп мама кредитке алып берді. Кредитті мамаң төлеп отыр? Жоқ, мен төлеп отырмын. Еще сен төлеп отырсың? Ай сайын. Неше жыл төлейсің? 2 жыл. Ой, Алла. Екеуін қосып алып берген. Кредитті алуға да қиналып. Бәрі кредитті әйтеуір қазақтың бәрі бейшара.
осы продукт әкеп берген Хадия қайырымдылық қорына мың алғыс. Екі дүниеде де Алла тілеулеріңізді берсін, Алла разы болсын. Осы садақа беріп отырған қазақ халқына басымды иіп алғыс айтамын.